Ассалаумағалейкум, менің 268 подписчигім. Тағы да Стамбулдамыз. Корикан деген ресторан. Китайский и корейский кухня. И вот біздің тамағымыз. Ал, ас болсын. Корейцтер ауыз аша беріп жатыр. Жаңа тамақ 16 000 теңге болды. Біз енді Айя Софияға барып жатырмыз. Негізі отель алсаңыздар Сұлтан Ахметтен алуды кеңес берем. Себебі ана жақта Топкапы, ана жақта Айя София, көк мешіт, и артта мынандай керемет вид. Кеме кетіп бара жатыр. Айя София, көк мешіт, тарихын барлығы білет. Көп айта бердікше, лучше ішіне кіріп көрейік. Входтан негізі намаз оқимын деп кірсеңіздер тегін, ал егер жаңағыдай визит, яғни саяхаттау көру, екінші этажын көру ақша. Ал тарихы сонау тереңде жатқан Айя София мешітіне екінші рет келіп бұйырыпты. Алдыңғы жол келгенде бұндай реставрация нелер болмаған. Қазір кәдімгідей реставрация жұмыстарын жасап жатқан сияқты. Қыздар мен ұлдарды бөлек кіргізетін болып бұрын жақта жүре беретін ғой. Вот мына жерде періштенің және де мына жерде тағы бір өздерінің айтулары бойынша періштенің жаңағы суреттері бар. Ана ақпен мақта жабылған жерлерде тоже суреттер бар. Ал мынаның екінші қабатында Иса алейхиссаламның енді сол кездегілердің сенімдері бойынша суреттері бар. Өте ескі. Бірақ енді ішіндегі аурасы керемет. Бұрын христиандардың орталығы болған жер қазір мұсылмандарға тиесілі. Келген сайын таңғала береді. Бұл жерде негізі көп шамдар болу керек болған. Реставрация жұмыстары болғандықтан алып тастаған барлығы. Мына жерде намаз оқиды. Қазір ғана Айя София мешітінен шықтық. Енді келесі кезекте көк мешіт. Кеттік. Күздің соңында, мысалға бір-екі күннен кейін қыс басталады. Бірақ мына жер осы жерге көктемде келгеннен әлде қайда жылырақ. Көк мешіттің дәрет алатын жері. Мына орындардан дәрет аласыз. Мешіттен сауап аласыз, короче. Стамбулдағы кешке қарай ең әдемі болатын мешіттердің бірі әрине көк мешіт. Екі мешіт қатар орналасса да, екеуінің вайбы, екеуінің әсері өте ерекше. Екі бөлек. Айя София қараңғылау болатын болса, мына жақтың жарық шамдары көп. Мына жақта безендірілуінің өзі сондай жарқын түстермен, ашық түстермен безендірілген.
Қазір жолышкам екеуміз андай бір жерге кіріп кеттік. Атмосфера күшті жер екен. Мына кісі 1864 жылы ашқан ол примерно. Аны мына жақта Драгос музыки Қазақстан дейді. Қазақ ezgilері дейді. Қазақша киіп алған ғой. Қасым дейді. Ап, бәрекелді. Андай жақта шоу көрсетіп. Мына братаңа қатты өтіп кетті ғой. Мына жақта бір жақсы жері менюді сыртқа шығарып қойды. 420 лира паста бар. 9000 теңге. 9000 теңге екен мысалы. Деген сияқты ғой. Бір пиццасы Тоже қанша? 650. 650. 9000 теңгеден алады. Уағалейкум ассалам. Скидка, валлахи good скидка будет, валлахи. Өстіп тартады ғой бұл кісілер. English? English, Russian, Turkish, Türkçe biliyor musunuz? Türkçe. Kazın abi. Пускай бесплатно давай. Окей? Бред бесплатно. Потом чай, кофе, baklava. Adana kebap, aubergine kebap, köfte kebap, döner kebap, yogurt kebap, Ali Nazik kebap. Sındırdı Mami'ni. Mami sındırdı. Ап, бәрекелді. Аңғарандар. Инопланетяндар. Ангельс хом дейді да. Бірақ наоборот қорқынышты бір атады. Қызық безендірулер. Бұл жақта таза турецкий кинодағыдай ғой. Көп кішкентай отельдері. Андай кіре берістердің өздері. Иә, вообще. Нан қараш, мысалы, кіре берісі, мысалы. Кіре берісі. Или міне, мысалға, мынандай кішкентай баспалдақтар ғана. Мысалы. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Көп кішкентай ғой, бір андай. Терезелері де көп кішкентай. Қазақтар мынандай жерде тұрса жүректері жағылып кетеді ау. Мынау біздің отель. Спинель отель деген. Қазір сағат таңғы тура 8 болыпты. Теңіз жағасына бара жатырмыз. Ал кеттік. İstanbul tаңы осындай екен. Медуза. Порой человек сам себя определит судьбу. Мынау рум-тур. Біз 3 теңге 75 000 теңгеге алдық. Шкаф. Мына жақта бізде сейф бар. Или документтеріңіз қалдырып кетсеңіз болады. Содан кейін мына жерде айна. Мындай шкаф тоже заттар салатын. Холодильник бар. Жоқ, қандай кухня жоқ. Тура суреттегідей, букингта қандай, сондай. Мына жерде не? Етнайға диван. Біздің жататын жер. И кондер. Телевизор бар, кішігірім. Туалет пен душ. И мына жерде фен бар. Фен істемей қалды. Өйткені мынан басынан істейді. Бұл жерден бір адам ұшып Босфордан өткен дейді. Қанша?
Ал 7000 теңгеге, короче, бутылочка чайга бересиз. көбісі сол үшін келеді. Енді Стамбулға келгеннен кейін бұл жерге келіп сөйтіп кетсем арыз. Тамақ түсіруді ұмытып кетіппіз ғой. Осындай. Мынандай. 4000 теңге. Ау. 4 мыңнан 8 мың, е? Бүгінгі біздің таңғы ас осындай етпен. Осындай тамақтар бар. Полный. Нанды толтырып алсын. Дым көрмейді. Қазір Адаларға бара жатырмыз. Біздің орналасқан отельге байланысты ең жақын остановка осы жер. Вот автобус келді. Осы автобусқа қазір отырып, бірінші паромға отырамыз, паромнан дальше кетеміз. Eminönü деген неге? Eminönü. В общем, сондай жерге келдік. Бұл жерде билет бағасы адам басына 150 лирадан. Сол қолымызда шемет бар. Потом мынандай бір дәмді бірдеңесі бар. Иісі ұнайды осының бар. Все. İskelenizden tarifeli expeditions to the Prince Islands from up here. Kısa süren boğaz turlarımız devam etmektedir. Мына біздің бүгінгі бибикамыз ғой, короче, осымен тегіт сетелік. Менің яқтама обзор мына жақтан суретке түсеміз қазір жол бойы. Примерно 1 сағаттан ұзақ алып жүреміз. Екінші этажы. Мен қонақтар осы жерде отырады. Черная любовьта осындай отырып кетіп қалады ғой. Нихан, ой, Нихан атайын. Оказывается, суықта барады екенбіз да. Қалың куртка кию керек пе? Қалың куртка кию керек. Кеттік. Брат, айда. Қазір ғана Адаларға келдік. 1 сағат 40 минут бойы жүрдік. Дальше Адаларды аралайтын боламыз керек. Ай, хорош. Адалардың вайбы. Бұл жақта андай машина жоқ. Сәл Стамбулдан аздау, тыныштау. Қандай керемет. Кафелер. Жительдер өздері чай ішіп отырады, кинодағыдай. Туристер көп емес та. Жүрген жерлердің бәрінде адамдар ары-бері жүреді, бір жаққа кіреді, тамақ ішеді сондай да. Ал мына барлығы спокойно жүреді. Тып-тыныш. Кәдімгі Турция сияқты да, андай кинода көріп жүрген. Туристік Турция емес, кәдімгі өзі несі. Саған солай сезіліп жатыр, Қайда туристер жүр ме? Иә. Солар үшін бірақ адам бар. Қазір біз велик аламыз. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun. Kaç lira? Bir saati 100 lira. 1 saati 100 lira. Evet. Yek saat iki tane. 2 tane 2 saat. Tamam. Арендаға алу үшін паспорт қалдырып кету керек. Gelin böyle garajdan vereceğim. Мынау маған ба? Иә. Берікті өткіземіз, 2 сағаттан асып кетті. Балық екмектен ұрып алсақ жақсы болады. Ал, кеттік.
Hayra gel. Көкелерім отыр мына жақта. Адаларда балық экмек заказ бердік. 175 лира. Мен көрген ең арзан балық экмек пока что осы жерде. İçinde вот мынандай не бар? Балық и мынандай салат, пияз и нам етіп слайс. Ал бізге афиет болсын. Бисмилlah. Haydi Türkiye'nin dонерлері болсын, Қазақстандікіне жетпейді. Вот мына кісі де біреу. И менде біреу. Сағат 6-дан кетті. Қайтып бара жатырмыз. Бұйыртса Емин-Өнуде боламыз. Енді сіздерге осы билетті мүмкін білмейтін жандар бар шығар. Билетті қалай арзанға Каспий KZ-тен оны бәрі біледі. Ал егер Каспий KZ-тен жаңағыдай мүмкіндігіңіз жоқ болса, Каспий KZ-тен ала алмайтын болсаңыз, авиасейлстағы арзан билеттерді через Tickets KZ деген не бар? Сондай сайт, сол жерден рассрочкеге билет алсаңыздар болады. Жаңағы авиасейлстағы бағалармен, яғни арзанға. Авиасейлс KZ-тің Instagram парақшасына жазсаңыздар, жаңағыдай өздері сіздерге көмектеседі, қалай алу керек екенін көрсетеді. Солай арзанырақ алуға болады. Тағы да бір айтар кеңесім, багаж қосқыңыз келсе билетіңізге, оны через қай компаниямен ұшасыз, сол компанияның через солардың приложениесінен қосыңыз. Әлде қайда арзанырақ шығады. Жаңағыдай Каспийдан немесе басқа нелерден сайттардан қоссаңыз 40 мыңға, 20 мыңға ол өте қымбат болып кетеді. Отель бойынша ақпарат беретін болсам, осындай бір отель жалдағыңыз келіп букингтан қарайсыз, күндердің даталарын таңдап қарайсыз, содан кейін сол сізге ұнаған жаңағы нені отельді Google Maps'қа салсаңыз, Google Maps'тан іздеп көрсеңіз, сізге сол отельдің басқа сайттардағы бағаларын салыстырмалы түрде шығарып көрсетіп тұрады. Мен көбінесе қарағанда Agoda дейтін сайтта әлде қайда осы отельдердің бағасы букингтан арзанырақ болды. Ақшаларыңызды сразу лираға келгенде айналдырғаныздар. Қайта-қайта неге айналдыра беретін болсаңыздар, комиссия ұстайды, кәдімгідей ұстайды. Ne var? 3600'e. Burada басталады ойын. Мынандай маршрут 1200 лира, 14 000 теңге. Мынау 2000 лира, 24 000 теңге. Мындай кроссовкалар 200 лира, 2400 теңге. Азан шақырып болды. Өте ескі мешіт. Нұр Османи Жами дейді. Мен мына мешіттің архитектурасы. Осындай сырты, мына жақ былай абалды. Мына жердегі алтындарды салыстырып көрейікші. 1 грамм қанша лира екен? Алтын 1 грамм қанша лира? 4000 lira. 4000? 56 мың. Бізбен бірдей ғой. 56 мың, ой, бізбен бір лира екен. Даже қымбат па 3000 теңгеге? Мынау 22 000 теңге екен мыналар. Алло, интернет фансимнан қосып алдым. 3 гигабайтты 4900 теңгеге алдым. Merhaba. Түркше сөйлеш. İstersen dalar Жоқ, жаңа.
1. Бир сонун 2 дурак. Так, экинчи отелimiz осы. Мына бізде плита. Не, тефаль. Негізі тефаль емес, мынаны водонагреватель деп айтады. Нагреватель. Короче, мына жақта дымға керек емес мына шкаф. Мынау да дымға керек емес. Тұз бар екен. Вилка, тарелка, анау. Мына жақта қант бар. Не бар? Мына жақта холодильнигimiz бар. Рабочий барлығы жақ-жағы. Новый отель. Тап-таза. Мына жақта мусор. Тасын не қыламыз. Так, мынау біздің төсек. Мына жақта көше, главный көше. Бұл көшенің ар жағында истеклель шкафчик бар. Андай не жоқ мына жақта. Бар екен. Пока бұлар қоспаған. Но бізде анау жылтып тұр. Телевизор. Мына жақта тағы бір шкаф. Бәрі жап-жаңа. Мына жақта Так, гель для душа, шампунь бар екен, сабын бар екен, нелер бар, орамалдар бар, мен шкафтан алып шықтым. Тоже бар екен. Истеклелдамыз. Келгеннен кейін бір сүтлі баклава жеп кету керек обязательно. 3 танасы 300 лира. Апрельде тілеп едім, я Алла Тағала ошаға қайтадан келсем екен деп. Merhaba merhaba. Buyurun. Foto mu? Foto yap haydi foto. Haydi foto. Ап бәрекелді мына екеуі. Харамчик. Қаш ұстап алмай тұрғанда, түріктер ұстап алмай тұрғанда қашайып. Торға ұстап алса көндіреді да, бірдеңе алдырады. Матч бітті. Мына жақта Галатасарайдың фанаттары келе жатыр. Камерам жақындатып 90-шы жылдарға түсіп кетті. Мынандай дәу купол. Вот. Адам деген пол. Енді үлкендерде әңгіме жоқ. Бір остановкадан түссек, кәдімгі көше бойында зират болып отыр ғой, зират. Шама адам жатыр. Медуза бәрінен дәу екен. Дефнің үйіне көрге келдік, таза түріктер тұратын район сияқты мына жақта. Туристар аз. Дефне әпшемнің қолын алып кетейік деп келгенбіз. Ол кинодағы үйі ғой, өзі жоқ. Өзі жоқ па не? Ой, о-май. Ал Дефнің үйіне обзор. Астақ, мұштақ, іші пустой, ешқандай мебель ештеңе жоқ. Құрметті ағайын туыс, жекжаттар, 270 подписчик. Ортакөй мешіті тура Босфордың жағасына орналасқан. Кезінде сұлтандар кеп осы жерге намаз оқыған, жақсы көрген. Кәдімгі архитекторлар шақыртып, арнайы жасатылған мешіт өте әдемі. Мына жағында Босфор көпірі бар, міне. Мына жақта теңіз. Тура әдемі жерде орналасқан. Қазақстан көріне ма?
үйленген кезде Иә. еркектер бөлек, әйелдер бөлек отырады да. Аха. Еркектер өстіп өлең айтады живой. Әйелдер ауыздарымен деп өздерінің салттары ол. Тиктоктан көріп бүгін Галата портқа да келіп қалдық. Что за харамные вещи творится здесь? Вау. Мен айтатыным сұқпа. Эй, балақай, атып салайын ба? Мынаның ішіндегі гүлдер шынайы гүлдер екен. Что за харамные вещи творится здесь? Әдемі? Сізге жаңы жыл тозу адат бе же адат емес пе? Ассалаумалейкум, кыргыз элим. Апа, кандайсыз? Брендтердің аттары мынау алдынан осындай екен. Өте үлкен. Мен өз басым Галата порты просто лайнер тұрады. И теңіздің жағасы деп ойласам, мына жерде кәдімгідей ЖК сияқты бөлек блоктарға бөліп тастаған. Так, Пандора, Пандораның жүзігі. Мынау мысалға 4459. Бізде 60.000, 62.000 сондай. 26 мың теңге. Мынау 56.000. Қазақ екінші этажына шықтық. Осындай керемет вид ашылады екен екінші этажынан. Қазір әйеліммен сұхбат алайын деп жатыр. Топ 3 жерді айтшы. Топтарда. Топтарда бірінші орын, екінші орын. Паромға отырып. Паромға отыру керек дейді. Екінші орын. Галата қатынады ма? Сенің ойыңша Стамбулға келу стоит па, не стоит па? Конечно, стоит. Обязательно. Обязательно, я. Бірінші рет келген адамға қандай кеңес айтар еді? Жаяу жүрге дайындалып келсін. Розовый очки тағып аламыз кинода көргенде. На самом деле екі сторонасы да бар. Жақсы жағы да бар, видеолардағыдай, күшті. И жаман сторонасы да бар. Ол екіншісі иісі, темекінің иісі, мысықтардың иісі маған. Мен бұрма өте ойлайтын. Турцияда адамдар сыртқа кейін аяқ киімін ішке де киіп жүре береді деп. Киноларда да көремін ғой, тап-таза деп ше. Мен сондай тазалық күткенмін ғой негізінде. Бірақ ондай тазалық жоқ. Мынандай бір жерге кіріп кеттік. Іші полный. Мындай ресторан. Исикляльдың шетінде. Атмосферасы енді керемет екен. Мынау біз тартатын таспихтар. Мынау берік аға тартатын таспих қой. Қара, ұзын балық. Ема алтын балық. Шүтілек. Видеоның соңында айтарым. Птушкин ағамыз айтқандай, путешествуйте, оно того стоит.